Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен сіздерге қазіргі тренд болып жатқан балаклава бас киімнің қалай тоқу керек екенін көрсететін боламын. Осы ализе жібінен тоқитын боламыз. Ол дәл осындай кольцолармен тұратын болады. Ең алдымен бас өлшемін алып алатын боламыз. Дәл осылай өлшеп аласыздар, қанша сантиметр шықты, сонша етіп дәл сол жерден белгілеп қоятын боламыз. Содан кейін осы астыда тұрған бірінші қатардан екінші қосып жатқан қатарымыздағы кольцоны дәл осылай өткізіп алып, бірінші қатарда дәл осылай барлығынан осы барлық кольцолардан өткізіп шығатын боламыз. Дәл осылай бірінші қатарды екеуін бір-біріне алып келіп қосатын боламыз. Сырт жағына оң бетін қаратамыз. Біздің жаңағы тоқыған бетімізді сыртқа қаратып, артқы бөлігін ішке қаратып, дәл осылай екеуін бір-біріне қосып жалғап алатын боламыз. Келесі екінші қатарда дәл сол жерден ары қарай жалғастырып, екінші тұрған қатарға үшінші қосып жатқан қатарымыздағы кольцоларды дәл осылай өткізіп алып шығамыз. Соңына дейін дәл осылай өткіземіз. Арада ешқандай кольцо қалып кетпеу керек. Барлық қатарынан барлық кольцо дәл осылай тұспа-тұс өту керек болады. Соңына дейін дәл осылай айналдырып тоқып аламыз.
Мінекей мен сіздерге екі қатарын тоқып көрсеттім. Әрі қарай да дәл осылай жалғастыратын боламыз. Өздеріңіздің размерлеріңізге қарай дәл осылай тоқып алатын боламыз. Енді келесі қатарында астыңғы бөлігінен екі кольцоны бір-біріне біріктіріп, дәл осылай өткізіп аламыз. Содан кейін астыңғы қатарынан 10 кольцоны санап аламыз. Дәл осылай видеода көрсетілгендей етіп 10 кольцоны бір-бірінен өткізіп, осылай тоқып аламыз. Үстінде тұрған қатардан тағы да 10 кольцоны санап алатын боламыз. Содан кейін осыны үстіңгі бөлігіне қаратып, ең соңғы 10-ші кольцодан астында тұрған 2 кольцоны екеуін бір-біріне біріктіріп, дәл осылай өткізіп аламыз. Содан кейін ары қарай бір-бір кольцодан өткізіп, соңына дейін тоқып аламыз. Алдыңғы бөлігіне келген кезінде астта тұрған 2 кольцоны бір-біріне біріктіріп, үстінен дәл осылай өткізіп аламыз да, содан кейін біздің жаңағы үстте қалдырып кеткен 10 кольцоның үстінен де дәл осылай барлығынан бір-бір қатардан дәл осылай өткізіп шығатын боламыз. Ары қарай да барлығынан бір-біреуден алып, ары қарай 2 қатар тоқып алатын боламыз. Келесі қатарында дәл осылай астта тұрған 2 кольцоны біріктіріп, дәл осылай өткізіп аламыз. Содан кейін 3 кольцоны өткізіп аламыз бір-бірден.
қатар бір кольцодан тоқып болғаннан кейін тағы да 2 кольцоны біріктіріп өткізіп аламыз. Содан кейін тағы да 3 кольцоны бір-бірден дәл осылай 3 қатардан тастап отырып, астағы 2 қатарды біріктіріп тоқып аламыз. Келесі қатарында 2 қатар бір кольцодан тоқып, содан кейін астта тұрған 2 кольцоны бір-біріне біріктіріп, дәл осылай видеода көрсетілгендей етіп, соңына дейін біздер үстіңгі жағын жинап алуымыз керек болады. Дәл осылай соңына дейін тоқып аламыз. Жоғарғы жағының барлығын жинап болғаннан кейін ең соңғы қатарда осы біздің тоқып жатқан жерімізден 2 кольцоны артық алып қаламыз да дәл осылай қиып алатын боламыз. Содан кейін осы кольцоның өзінің ең соңғы жағында осындай жіп болады. Дәл соны кесіп осылай ұзын жіп қылып аламыз да, содан кейін осы біздің ең соңғы қатарда қалған 8 қатардың барлығынан, 8 кольцоның барлығынан өткізіп шығамыз да, содан кейін ішіне қарай тартып, дәл осылай барлығын біріктіріп, ішіне қарай кіргізіп байлап алатын боламыз. Келесі біздің соңғы жұмысымыз осылай құлағын жасау болады. Егер де үлкендерге тоқып жатқан болсаңыздар, осылай 10 кольцоны алып аласыздар. Егер кішкентайларға керек болатын болса, 8 кольцодан тоқитын боламыз. Дәл осылай 8 кольцоны санап алатын боламыз. Содан кейін барлығын видеода көрсетілгендей етіп, бір-бірінен өткізіп аламыз.
екінші қатарды соңына дейін тоқып аламыз. Содан кейін келесі бізде үшінші қатар. Дәл осы екінші қатардағы кольцодан өткізу арқылы дәл осылай үшінші қатарды да екі жағында тоқып аламыз. Үшінші қатарда дәл осылай соңына дейін тоқып болғаннан кейін ең басындағы жоғарыдан дәл осылай екі қатарды тауып аламыз да дәл осылай видеода көрсетілгендей етіп барлығын бір-бірінен өткізу арқылы соңғы қатарымызды тоқып аламыз. Дәл осылай соңына дейін айналдырып тоқып шығатын боламыз. Барлығын айналдырып тоқып болғаннан кейін ең соңғы қатарында екі кольцоны алып қалып, дәл осылай ортаңғы бөлігінен ашып, ұзын жіп қылып жасап алатын боламыз. Содан кейін дәл осы бас киіміміздің дәл екі жағын тауып алатын боламыз. Тура ортаңғы тұсынан екі жағына бірдей етіп, дәл осылай ішке қарай кіргізіп, ішінен қарай екі рет байлап аламыз. Мінекей дайын болған құлақтарды дәл осылай ең жоғарғы жағының екі жағына тұспа-тұс етіп, ішке қаратып байлап алатын боламыз. Осымен біздің бас киіміміз дайын болды. Каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.